Сәлем YouTube, бүгін мен өзімнен интервью алайын деп шештім. Почему-то өзім алмасам ешкім мен интервью алғысы келмейді. Жанымда отырған Жалғас дейтін жігіт біздің компанияда әрі трейдер, әрі сату маманы болып жұмыс жасайды. И өзінің клиенттерінде өте көптеген сұрақтар келіпті. Прямо жесткий сұрақтар дейді. И осы сұрақтарға мен жауап беру мақсатында бүгін сіздерге видео түсіріп жатырмын. Жалғас, өзін таныстырып кетсең и және біздің сұрақтарды оқи кетсең. Хорошо, баршаларыңызға сәлем, есімім Жалғас. Так, давайте жандостан бір шынайы жұрттардың, елдердің көкейінде жүрген сұрақтарды қоямыз. Давайте, ең бірінші сұрағымыз, бізде курс алғандардың қанша пайызы жақсы нәтиже көрсетеді деген бірінші сұрағымыз. Екінші сұрағымыз, бұл саланы бастау үшін қанша ақшамен бастауға болады? $1000 ма, әлде $2000 ма деген осындай сұрақ бар. Екеуі де емес. Үшінші сұрағымыз, бұл салада стабильный табысқа жету үшін қанша уақыт керек және күніне қанша уақыт құрту керек деген. Жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Төртінші сұрағымыз, бұл салада ақша жоғалту қаупі қанша деген. Барлығының сұрағы осы екен. И бесінші сұрағымыз, бұл салаға келетін адамдардың мақсаты 500 мың теңге емес, 1 миллион теңге емес. Олардың мақсаты андай квартира алу, не болмаса көлік алу, сыртқа қарай шетелге саяхаттау деген үлкен мақсаттар бар. 50 миллион теңгенің жалпы айналасы. Осындай үлкен мақсатта екен осы салаға келіп. Да, просто өте күшті. Алтыншы сұрағымыз, біздің курстардың басқа курстардың айырмашылығы қандай деген үлкен сұрақ. Неде деген сұрақ. Жақсы. Онда бастайық, каналға лайк, подписка, әрине комментарий жазып, колокольчик қойып кетіңіздер. Одан да әрі жақсы материалдар дайындаймыз. Чёртный сұрақтарын жауап беруге кірісейік па? Давайте бастайық. Так, бірінші сұрағымыз, курс алғандардың қанша пайызы жақсы нәтиже көрсетеді деген сөз. 40-50%. Шыны керек, 100% курс алғандардың бәрі нәтиже көрсетпейді. Оған әртүрлі себеп бар. Біріншіден, по факту, сен қазір диплом бойынша жұмыс жасайсың ба? Жоқ. Вот университетке түседі адамдар 4 жыл бойы оқуын ақшасын төлейді, на выходе 25-30% ғана по специальности работает. Здесь то же самое. Многие запрашивают вначале, нормально это абсолютно. Жақсы статистика негізі 50% деген. 40-50% нақты жауап, иә? Хорошо. Давайте, екінші сұрағымыз, бұл саланы бастауға қанша ақшамен бастау керек? $1000 ма, әлде $2000 ма? Именно трейдингті бастау үшін, в принципе, $100, яғни 50 мың теңге жеткілікті. Потому что бәрібір де үлкен ақшамен жұмыс жасайтын сенің опытың не позволяет. Как? Сен аз ақшамен бастадың, тәжірибең осындай. Тәжірибең өскен сайын сенің ақшаң көбейе береді, правильно? Тут самое главное, оборотта ақша түспеу керек. Оны жинай беру керек, и тогда будет отлично. Так, давайте. Тем более профкомпаниялар бар, кстати. То есть, ойлашы, 15 мың теңге төлеп, $5000 инвестиция алсаң, ай сайынғы табысың $1300-1500 болады. Практически считай. Келесі сұрағымыз, бұл салада стабильный табысқа жету үшін қанша уақыт керек және де күнінен қанша уақыт бөлу қажет? Бұл негізінде өте дұрыс сұрақ, өйткені көбісі айтады, трейдингті 2 аптада үйрен, айына миллион тап деп ше, рекламалар көрген шығарсың Инстаграмда. Это на самом деле не так. Потому что стоп-лосс, тейк-профит деген ұғымдарды түсіну үшін, сделканы ашу үшін адам примерно 1 апта уақыт кетіреді, полностью түсініп кету үшін. Енді стратегияны меңгеру, анализ бәріне мен былай жауап берейін, 1 айдан 3 айдың арасы. То есть бәрі сенің түсіну қабілетіңе байланысты. Білесің ба, үй жұмысын жасаудың өзі керемет бір талант десек те болады. То есть көбісі үй жұмысын жасай алмайды. То есть саморазвитием айналысатын негізінде скиллдар жоқ. Это и мешает выходить в плюс. Вот 1 ай мен 3 айдың арасы, чтобы стабильно выйти в доход. Если сен күніне 1 сағаттан прям будильник қойып қоясың, кім звондайды, ешенке авиарежим, полностью 1 сағат тренинг кетіретін болсаң, 1 айдың ішінде реально стабильный табысқа шығып кетесің. Это реально. Но если антасында уақыт бөлетін болсаң, 3 ай точно. Главное, тоқтамау керек, и все. Бұл салада ақша жоғалту қаупі қанша? Қаупі бар. То есть, білесің, по идее, любой салада ақша жоғалтуға болады. Риск жоқ жерде ақша жоқ. Түсінесің ба? Қалай адамдар ақшасын жоғалтады? Қанағат жоқ кезде. То есть, ошибка в чем? Көптеген адамдар, окей, курсты өтті, трейдингті меңгерді. Мен айтам оларға, потолокты күніне $20 қойыңдар деймін, яғни 10 мың теңге. Одан артық таппаңдар. Не надо. Пока 10 мыңды стабильно тауып үйреніп ал. Потому что сен бүгін 10 мың табасың, ертең 5 мың. Бірсі күн минус 3 мың болып қалуы мүмкін. То есть, стабильно 10 мың теңге таппағанша көбейтпе деп. Но, что делать? 3 сделка плюс шығады. Самооценка пипец там, знаешь, я король трейдинга дейді, 4 сделка бүкіл ақшамен кіреді, минус болады. Ну, это ошибка, понимаешь? А так, если сен бүкіл правиланы сақтанатын болсаң, ақша жоғалтпайсың. Да. Вообще страх уходит тогда, когда ты зарабатываешь первый раз. Келесі сұрағымыз, бұл салаға келетін адамдардың мақсаты 500 мың теңге, 1 миллион теңге табу емес. Яғни олардың мақсаты жоғары. Яғни квартира алу, көлік алу, шетелге саяхаттау. Примерно айналып келген кезде бір 50 миллион теңгенің ар жақ бер жағы. Да, мен саған қазір 50 миллион теңге табысқа шығудың нақты шағын айтып берейін. Енді чуть ұзағырақ болады, до конца қараңдар. Біріншіден, адамның табыс деңгейі оның мышлениесіне байланысты.
То есть біреу қазір шіркін 5 миллион теңге жинап алсам ғой, квартира алады дейтін армандаса, біреу 5 миллион теңге осы жерге келеді де, Лора Пиано кіреді де, 2 рубашка, бір кепка алып шыға салады 5 миллионға, понимаешь? То есть ақшада көп аз дейтін понятие жоқ. Твоя задача мына миыңда ақшаны көбейту. Трейдингте не то чтобы 1 миллион, там 1 миллион доллар табуға болады жылына, понимаешь? Нақты қадамы в чем заключается? Сен бір айдың ішінде полностью меңгеріп ал, екінші айда 5 мың долларды прокомпания бар, 15 мың теңге тұратын, соны алып өтіп ал, үшінші айда прокомпания арқылы алғашқы 500 мың теңгені жаса. 500 мың теңгенің 250 мың теңгесінен барда 100 мың доллардың прокомпаниясын сатып ал. То есть прокомпанияның инвестициясы көбейген сайын, оның оплатасы көбейеді. 200 мың теңгеге 100 мың доллар прокомпания счет өсіресің, білмеген 6-7 айда сен уже 13 мың 15 мың доллар тауып бастайсың. Енді ойла, бір жылдың ішінде, даже 2 жылдың ішінде тоқтамай, ай сайын 100 мың кете берсең, общий оборот 1 миллион долларға шығарып алсаң, сенің жылдық табысың 1 миллион доллар болады. Ну, по факту же. Ну, по факту. Нақты план болса, шыдамың болса, шыдасаң жетесің. Шыдамасаң, ну, ничего не получится. Керемет жауап. Жандос, давайте енді ең соңғы сұрақ болсын. Біздің курстың басқа курстардан айырмашылығы неде? Біріншіден, біздің курстың айырмашылығы сопровождениеда. То есть любой эксперт сені бірге бір тренинг үйрете алады. Мынау былай болды, давай. Мен саған үйреттім, дальше все от тебя зависит. Біз дейтін, біз керісінше адам порткер жасайды ғой, сол кезде көмектесіп аламыз. Біз қалай, окей, бәрін өлден үйреттік. Не қандай стратегия бар, СНР, ары-бері, Үндістан, Пакистан, Малайзия бәрін көрсетіп береміз. Видео сабақтарын бәрін алдық, куратор бар, бізде сигналдар бар. То есть біз бағаны қайда айтамыз, адамдар қайталап бізбен бірге табысқа шығады. Екіншіден, бізде онлайн трансляциялар бар, лайв торговля. Сұрақтарын қоясың, мен саған видеода, сазонда бәрін көрсетіп бере аламын. То есть осылай 12 ай бойы, прикинь. 12 ай бойы? 12 ай бойы. 300 мың теңгеге. 300 мың теңге 12 ай бойы. Сен по факту ай сайын бір 30 мың теңге подписка төлеп отырсың, 30 мың теңге үшін өзінің қызметін алып отырсың. Если рассрочкаға төлеген жағдайда. 12 ай бойы. Кім береді саған 12 ай бойы сигналдар? Кім береді саған 12 ай бойы там онлайн сазондарға доступ? 12 ай бойы даже біз деген iPhone 16 Pro Max алсақ 800 мың теңге тұрады. Ну да, и солай. Ауаға ақша кеткенше лучше дамуға. Конечно. Если вдруг в будущем бізде роботтар пайда болып, или робот етіп бұйыртса қоса скоро, кстати, сол 300 мың теңге кішіне кіреді ол. Роботтар 300 мың теңгенің ішіне кіреді? Кіреді, иә. Негізі роботтың бағасы 600 мың теңге тұрады. Кажется, одан да көп болады. Одан да көп бола ма? Да. Сол 300 мың теңгенің ішіне кіреді, иә? Курстың ішіне? Кіреді. Доступ, бізде қалай шығады ол, бізде на разработке сразу 300 мың теңгеге осы голд алғандардың бәрі автоматически имеют к нему доступ. Просто это попозже будет, как только у нас будет готово. Плюс, еще біз мысалы үшін Астанада или Алматыда оффлайн аштық 700 мың теңгеге. Оған келген кезде сен просто разницасын төлей саласың болды. Яғни мен голд алатын болсам, оффлайнға бөлек ақша төлемеймін. Яғни доплата жасаймын. Если керек болса саған, конечно, хотя онлайннан кейін там көбісіне керек емес, они уже нормально осваивают. Вот осындай айырмашылығы бар. Кстати, жазыларын келсе, бұл видеоның астында сілтеме тұрады менеджердің. Жазып, толық консультация алғыларын келсе, да, там жалғасын өзі көмектесіп беруге дайын. Поэтому сау болдыңыздар дейміз. Давайте, баршаларыңызға жазылыңыздар, қосылыңыздар. Біз сіздермен біргеміз, көмектесуге дайынбыз. Всем пока.